Iraq. Judge 5, Russia. Let's welcome the boxers from the right corner, Punshiba Singh, India. Шаршалаңнан қызыл бұрысына Марчин Пуншиба Синг, Үндістан. In the blue corner, Fujiki Yuga, Japan. Шаршалаңнан көк бұрышына Фуджики Юга, Жапония. Алпыс келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы жекпе-жек. Мойран Хэм, Пуншиба Сингх елдің өкілі қызыл бұрышта өнер көрсетеді, ал оның қарсыласы Фуджики Юга, Жапония көк бұрышта. Тиісінше бір жекпе-жек өткізіп үлгерді бұл турнир барысында. Фуджики Юга үшінші раундта техникалық нокаутпен Корея өкілі Ли Джаюннан басым түскен еді. Жалпы бір жақты жекпе-жек болды, шыны керек. Қарсыласына бұған дейінгі 2 раунд бойы дес бермей келе жатқан болатын. Фуджики Юга өзін өте жақсы қырынан көрсете алды. Енді сол жекпе-жектен кейін әрине қазір жаттықтырушылары да өзі дәл осы қарқынды жоғалтпайды деп күтеді ғой. Енді көрейік. Үнді боксшысы кореялық боксшыға қарағанда енді деңгейі жоғары болуы керек. Алғашқы раунд. Раунд 1. Солақай. Үндістан боксшысы міне бірден қазір ауыр соққылардан бастап отыр, және екеуі де жақынға шықты, байқасаңыздар. Көрейік, қазір тактикасын өзгертеді ме? Алыстан жұмыс жасап көрмекші. Фуджики Юга өте жақсы. Бірақ клинч көбейіп бара жатыр. Енді екеуі де қысым көрсеткісі келеді. Енді боксшысын көріңіздер, басқа амалы қалмайды. Кейде тіпті қарсыласын итеріп ығыстыруға мәжбүр. Міне, әлдеқайда жылдам Юганың дәл тиген соққысы. Күтіп жүр тағы да жапон боксшысы. Міне джеб алдың қолмен түртіп қояды. Бірақ шын мәнінде оң қолмен соққыны көздеп отыр ғой. Барлығымыз да түсініп тұрмыз. Үнді боксшысы да бұны біледі. Сол қақпанға қалай түсіп қалмасам деп ойлап тұр ғой қазір. Міне, көрдіңіздер ме? Өзіне қарай жүрген кезде қарсыласы оң қолды бірден іске қосады. Юга Фуджики. Және бұл шабуылдардың басым көпшілігі жүзеге асып жатыр енді, шыны керек. Не тағы да денеге бір соққы. Керемет. Алдың қол салып қояды, бірақ Пуншиба Сингхтың алға қарай жүргенін күтіп отырады. Керемет. Өте жақсы, аяқта жақсы қимылдайды екен, бірақ бұл жерде үнді боксшы да қапы қалған жоқ. Соққысын тигізе алды. Жапониялық боксшы өз жеңісіне сенді бұл раундта. Төрешілер не дейді? Төрешілер де бұны құптап отыр. Бір ауыздан Фуджики Югаға 5 төреші жеңісті бұл раундта беріп отыр. Есеп 9-10.
Seconds all. 1 минуттық үзіліс. Боксшылар нұсқамаларын алды. Екінші раунд қарсаңында бізге әсіресе үнді боксшының іс-қимылы қызық болады. Қазір алғашқы раундты бір ауыз ұмытылғаннан кейін бір тактикалық өзгерістер болады ма? Өзде қашықтықтан айқасып көрмекші. Өте жақсы. Бірақ міне клинчте жақсы айқасып келе жатқан, бірақ соңғы соққымен барлығын Фуджики Юга бүлдіріп жіберді. Байқасаңыздар, соңғы шабуылдарды әрдайым жапон боксшы жасауға тырысады. Бұл да көріп отырған төрешілерге әсерін тигізеді. Әрбір шабуылдың соңын алып кетіп жатса. Міне тағы да көрдіңіздер ме? Керемет. Қарсыласы өзіне қарай жүріп бара жатқан қолдан артқа бір қадам жасады да қайрадан қарсыласына қарай қимылдап бір соққыны дәл тигізді. Ой, сақ болу керек. Бірақ Фуджики Юга бұл жерде қарсыласы жеге отырып қалған байқаған жоқ. Сол себепті кеудеге бір соққыны салып келіп жіберді. Абайсызда жасалғанын түсініп отырмыз. Ал енді боксшы шабуылдап отырса. Міне үндістандық боксшының көрдіңіздер, шабуыл жасауға мүмкіншілік берді. Қорғанды да, және бірден қарымта соққы ұйымдастырды. Міне, ой. Қаншама рет қайталанды осындай жағдай. Екі соққымен алға ұмтылады. Пуншиб Сингх. Йошида Юга Фуджики артқа бір қадам жасайды, бірден оң қолмен салып жібереді соққын. Міне тағы айталып көрді, бірақ бұл жолы болған жоқ. Дер кезінде қорғанып шыға алды үндістандық боксшы. Екінші раунд аяқталды. Бұл раундты да енді жапон боксшысына беретін шығар төрешілер. Екінші раунд аяқталды. Иә, бір ауыздан тіпті бір төреші 10-8 деген есепті қойған екен бұл раундта. Бұл үлкен басымдылық әрине. Демек, 4 төрешінің карточкасында қазір 18-20 деген есеп бар, ал бір төреші 17-20 деген есеп қойып отыр. Жеңіске енді Мойран Хэм тек қана мерзімнен бұрын жете алды. Басқа мүмкіншілік жоқ. Соңғы раунд, міне жапон боксшысы сол үйреншікті тактикаға басты. Артқа қадам және бірден оң қолмен соққы. Осы соққы қаншама рет ұрынды. Міне Пуншиба Сингх. 3 раунд айқасып жүргеніне қарамастан, өте жоғары қарқында айқасып жүргеніне қарамастан, міне әлі жылдамдығын жоғалтпаған жапон боксшысы. Көрдіңіздер ме? Қашықтықтан тәп-тәуір шабуылдайды. Пас жоғарыста дейді. Және клинчте болды бұл жерде жапон боксшының орындауында. Қарсыласына тіреліп тұруға болады, бірақ ұстауға болмайды. Қап. Міне тағы да қазір үнді боксшысы оң қолмен соққыны тағы бір мәрте өткізіп алды. Бұл соққыны жасайтын сәтті жақсы бір таңдай алады екен. Фуджики Юга көріп тұрады, қай сәтте соққыны салып жіберу керек екен. Бұл соққының жасап жатқан дәл осындай оң қолмен тік соққының басым бөлігі тиіп жатыр. Және көбірақ қоймайды, байқасаңыздар. Тек қана керек кезде ғана салып жібереді. Қарсыласы ашылып қалған сәтті, өзіне қарай жүріп келе жатқан сәтті жақсы қолданады. Міне, үнді боксшысы қазір қарсыласының қорғанысын бұзып өтпекші болды. Бұл жерде жоқ.
Керемет. Бұл раундта да әрине басымдылық бар. Бұл раундта да төрешілер үндістандық боксшыға беру екі талай. Бұл раундта да жеңімпаз ататын ештеңе жасаған жоқ. Бұл әрине спортқа жатпайтын қылық, спортқа жат қылық, бұлай жасауға болмайды. Бірден ескертуін беріп отыр рефери. Раунд аяқталды, осымен жекпе-жек аяқталды. Жапон боксшысы жеңіске жеткен түсініп отырмыз. Бізді қызықтыратын енді тек қана төрешілер қалай бағалады екен 3-ші раундта. Жалпы Юга Фуджикидің жеңісіне ешқандай күмән келтірмейміз. And the winner is by unanimous decision in the blue corner. Юга Фуджики келесі айналымда Representing Japan. бұл раундта да барлық төреші Фуджики Юганың жағында, бір төреші тіпті 10-8 деген есеп қойған екен. Осылайша 60 келі салмақ дәрежесіндегі алғашқы жекпе-жекте өз мәресіне жетті. Келесі жекпе-жекте қазақстандық спортшының